Қыздар, проблема менде де болды. Мен жертвада болдым, мен тиранда болдым. Мен үйде бала шағамды контрольда да ұстағым келді. Әке шешемен проблема, бауырлармен проблема менде де болды. Мен қиыншылықта да тұрдым, мен квартирада да тұрдым. Мен сабырсыз да болдым. Былайша айтқан кезде менің балам ойын да ойнады, мысалы ойын, қаншама ойынға да кірді менің балам. Баламен қарым қатынасым нашар болды, ер адамдармен қарым қатынасым нашар болды, айналамды түсінген жоқпын. Бүкіл проблема менде де болды, қыздар, бүкіл проблема менде де болды, бірақ мен соның барлығын шешімін іздеп, мен мынау орамалға келдім, дінді оқи бастадым, құранға түстім, альхамдулилля. Және ол альхамдулилля, Аллахты тани бастадым. Бірақ одан кейін ол мен үшін аздық етті. Мен осы коучингке келдім, коучинг оқыдым. Коучинг оқып мен өте көп нәрсені түсіндім. Одан соң коучингтен кейін психологияны оқи бастадым. Психологияға келіп, және өзімнің сұрақтарым жауабын алдым. Сіз іздеген кезде, өзіңіздің сұрағыңызға жауап іздеген кезде міндетті түрде жауап келеді, қыздар. Тек қиналған кезде тек дінге кіріп кетпеңіздер. Қиналған кезде тек психология кіріп кетпеңіздер. Қиналған кезде тек коучқа деп кетпеңіздер, қыздар. Барлық сфераны бірге алып жүріңіздер. Барлық саладан аз-аздан білім алып отырыңыздар. Себебі тек бір нәрсемен ғана бір нәрсемен ғана шешілмейді, қыздар. Сіздің проблемаңыз жан жақтама шешілу керек. Сол кезде сіз жан жақтама білім алған кезде сізде ойыңызда өзгерістер болады, өміріңізде өзгерістер болады, қыздар. Мынау бірінші орында мен айтар едім сізге, бірінші орында ақшаны, материалдық нәрсеге емес, ақшаны бірінші орында мына жаққа қойыңыздаршы. Когда сіздің мышленияңыз өзгереді, сіздің өміріңіз өзгереді. Мышленияңыз өзгереді, сіздің денсаулығыңыз өзгереді, қыздар. Мышление өзгерген кезде сіздің барлық нәрсеңіз өзгереді. Отбасыңызда өзгерістер болады. Мышление өзгерген кезде сізде бүкіл сфераңызда өзгеріс болады. Сол үшін ең бірінші киім кешек материал тұрғы деме, ең бірінші өздеріңіздің мышленияңызға ақша құйыңыздар. Себебі сіздің миыңыз, жүрегіңіз барлығы бірге қосылып, жұмыс жасаған кезде ғана, екеуі бірге гармонияда болған кезде ғана сіздің өміріңізде гармония болады.